Армысыздар, сіздермен киномен. Бүгін біз 77-ші түрме атты фильмге шолу жасаймыз. Жала жабылып түрмеге түскен есепші бүлік шығарып қашпақ болады. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Ал біз бастаймыз. Ты что делаешь? Хочешь, чтобы и тебя забрали? Шынайы өмір желісімен түсірілген фильм Франсиско Франктың өлімінен кейін 1976 жылы Барселонадан бастау алады. Полиция кезекті тұтқындарды көліктен түсіруде. Олардың ішінде бас кейіпкер есепші Мануэль бар. Түрменің ауласына енген тұтқындар өздерінен қарағанда бостандықта қалықтап жүрген құстарға көз тастайды. Келесі көріністе ол қапастағы жолдасы Робби есімді бозбаламен соңғы темекісімен бөлісіп тілдеседі. Бозбала күзеттің сөзін тыңдамағандықтан таяқ жеп алады. Тұтқындарды тексерістен өткізіп жатқанда күзеттің бірі кейіпкердің костюмын сатып алғысы келетінін айтады. Ол киіміңді зектер бәрібір тартып алады дегеніне қарамастан бас тартады. Түнде оны жамылғысына қаптаған қандала шаға бастайды. Оны шелекпен жуын деп душқа жібермейді. Тамақ таратқыш негра кейіпкермен достық ниетпен сөйлеседі. Ол тамақпен бірге бірнеше темекі береді. Мануэль адвокаттан тұтқында қанша уақыт болатынын белгісіз екенін, әрі сот отырысына дейін отыратынын біледі. Оны миллиондаған қаржы жымқырды деп айыптауда. Бірақ ол жұмысшылардың жалақысын өтеу үшін бар болғаны 50 мың алған. Бірақ компания иесі оған жала жапқандықтан 8 жылға дейін түрмеге тоғытылуы мүмкін. Ал мемлекеттік адвокаттың ондаған жазықсыз адамдары бар. Қапаста Мануэль өзіне назар аударту үшін шу шығарады. Ол жағдайдың нашарлығына наразылығы ретінде ашаршылық жариялайды. Оған түрме басшысының өзі келіп, хаттама арызын қабылдауға дайын екенін айтады. Бірақ Мануэль арызын жаза бастағанда күзетшілер басшылықты бостан-бос мазалауға болмайтынын таяқтың күшімен түсіндіреді. Есепші қағылған тістерін жинап отырғанда есік астынан тұтатылған темекі домалап кіреді. Негра оған қоса мықты бол, сен жалғыз емессің делінген хат ұстатады. Мануэльді негра мен көршісі Пино орналасқан ортақ блокқа ауыстырады. Пино оған бірден өзінің бұл жерде басшы екенін түсіндіріп, ережемен таныстырады. Кездесу күнінде кейіпкердің құрбысының әпкесі Люсия келеді. Ал құрбысы келгісі келмеген. Серуендеу кезінде Мануэльге бір топ тұтқындар шабуыл жасап, қорқытып, костюмын тартып алады. Іш киіммен қалған кейіпкер күзетке барып арыз жазғысы келетінін айтады. Бірақ оның қағаз алуға да ақшасы жоқ. Жаны ашыған тұтқындар жолы болмаған жолдастарына киім үлестіріп береді. Кейіпкер бұрынғы емші Бонимен танысады. Ол оның ауруын емдейді. Олар тұтқындар құқығы үшін күресуші ұжымның мүшелері болып табылады. Олар есепшіні өздеріне қоспақ болады, бірақ ол бас тартады. Сол сәтте күзет келіп, жиналғандарды таратып жібереді. Серуендеу кезінде негра тұтқындардың статья бойынша әрі политикалық ұстанымдарына қарай бөлінетіндерін айтады. Мануэль костюмын 6-шы блоктың басшысы Марбельдің үстінен байқайды. Жолдасы оны жаңа қақтығысқа түспес үшін алысқа алып кетеді. Мануэльге тағы Люсия келгенде кейіпкер қыздан ендігі әрі келмеуін сұрайды. Суға түсіп жатып ол тұтқындардың жаңа заңға қуанып жатқандарын естиді. Мемлекетте жаңа заң қабылданған, бірақ Пино оларды жіберетіндеріне сенбейді. Бони мен Августин жаңа заң бойынша тек политикалық тұтқындарды босататынын естіп, Мануэльге комитетке хат жіберу үшін қағаз береді. Жиналған тұтқындар күзеттің босатылғандардың есімін атап жатқанына қызғана қарауда. Қапалы негра балаларын көретін күні қанша жаста болатынын санап, сабырға келу үшін Пинодан дауыстап оқуын сұрайды. 1976 жылдың қараша айында келіп жетті. Кейіпкердің қапасына күзетшілер кіріп, сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар деген күдікпен неграны алып кетеді. Мануэль мен Пино екеуі қалады. Олар қапастан басқа да күдіктілерді шығарып жатқанын көреді. Пино неграның тағы да шығатын күнді есептеуіне тура келеді дейді. Бірақ сол арада офицер оларға неграны тергеу кезінде қаза тапқанын хабарлайды. Пино сабырмен асын ішіп отырғанда қалған тұтқындар күзеттің неграны өлтіргеніне кінәлап қарсылығын білдіреді. Шу кезінде Мануэль парақтарды дәлізге әрі терезеден лақтырады. Кейбір парақтар түрме сыртына түседі. Бұл әрекет үшін күзет кейіпкерді жалғыздық камерасына кіргізеді. Кейін шашылған парақтар арқасында Мануэльді қорғауға жеке адвокат келеді. Комитеттің жиналысы кезінде Августин бізді адвокаттар қорғайды дейді. Сол себепті көпшіліктің ойы жағдайды өзгертуі мүмкін. Бірақ сол көпшіліктің назарын бұл сұмдық жағдайға аударуды ойластыру керек. Жиналысты Марабельдің келуі тоқтатады. 6-шы блок комитетке қосылғысы келеді. Бірақ Августин жай әшейін жұмыс істеп отырмыз дейді. Сонда басшы өзін алдап жатқанын түсініп кетіп қалады.
Мануэль сол уақытта Люсияның суреті салынған хатты алады. Қапастағы жолдасы оған сенің арқаңда Пиноның ісін қарайтын адвокат шықты дейді. Оған қоса шеберханадағы жиналыста жағымсыз дүниелер болғанын айтады. Түнде Мануэль есіктің тесігінен күзеттің көршілерінің біріне келгенін көреді. Ол шу шығармақ болғанда Пино өзің жемтік боласың деп оны тоқтатады. Азанда күзеттің Августиноны ұрлап кеткен анықталады. Бони дәрігер барлығына қарсылық ретінде күре тамырларын кесуді ұсынады. Солай тұтқындар Августин есімін ұрандатып, қанталаған қолдарын бұлғауда. Күзет бұл бассыздықты тоқтатуды бұйырғанда Бони қарсы талап қояды. Болмаса көптеген адамдар мерт болады. Түрме басшысы пресса мен дәрігерлерді кіргізуге келіседі. Солай тұтқындар бір-бірінің жарасын таңып жатқанда журналистер суретке түсіріп сұхбат алуда. Содан кейін радиодан түрмедегі тұтқындардың сұмдық жағдайларын хабарлайды. Прессадағы шудан кейін Люсия Мануэльге тағы келеді. Тұтқындар түрме сыртынан оларды қолдап қарсылық білдірген адамдарды көреді. Олар күзетті масқара ету үшін қамал ішіне тауықтарды лақтырады. Пино адвокаттарының арқасында тағылған айыптың бір шамасы алынып тасталғанын айтады. Ол бұның немен аяқталатынын білу үшін комитетке жазылғысы келеді. Содан кейін бірінші қабаттағы тоқылдақты киіндірместен қуып шығады. Пино жолдастары кімнің сатқын екенін білу үшін шығарып салады. Ол топтың ішінен тағы бір сатқынды шығарады. Енді блок түгелімен комитетке бағынады. 1977 жылдың маусым айында Испанияда бірінші демократиялық сайлау болады. Дәрігер Бони қарсылық акциясын ұйымдастырғысы келеді. Бірақ шатырға тек 6-шы блок арқылы шығуға болады. Пино мен олар Марбельге келіссөз жүргізуге барады. Бірақ ол қарсылыққа қатысқысы келмейді. Өйткені оның бизнесі тек күзеттің арқасында жүріп жатыр. Бірақ Пино бір жолдастарының өлімі жайлы айтып басшыны ойландырып тастайды. Кейіпкердің қапасына тінту жүргізіледі. Күзет Пиноның кітаптарын алып кешке аулада өртейді. Кітаптардың иесі бұл жағдайға қатты қапалы болмайды. Өйткені кітап арасына жасырылған нашаның иісі бүткіл алқапты алып кетеді. Азанда қарсылық басталады. Тұтқындар күзетті кепілге алып блокты ашуды бұйырады. Дабыл дыбысынан кейін олар шығар жерлерді бекітіп 6-шы блокқа шатырға шығу үшін келеді. Барлығы ұйымдасқан түрде шатырға қорған құру үшін заттарды шығарады. Күзет қарсылық топты резеңке оқпен атып таратпақ болады. Ал тұтқындар қолда бар затпен қарсылық көрсетуде. Атыс жүріп жатқанда тұтқындар амнистия жазылған баннерді шатырда ашады. Оны қарапайым халық көреді. Қарсылық шілде айына дейін жалғасады. Губернаторға тұтқындармен келіссөз жүргізуге тура келеді. Қарсылық топтың атынан Бони мен Мануэль шығады. Тұтқындар кектен аулақ болу үшін күзетті ауыстыруды, әрі ОМОНдарды алып тастап амнистияны қайта қарауды, бұған куә ретінде сотты шығаруды талап етеді. Келіссөзден кейін қарсылық топ күзетке қарсылықсыз беріледі. Бірақ біреуі сот болып әдейі киініп алған полиция өкілі екенін байқайды. Бони да бұны байқаған сәтте ОМОН жасағы басып кіреді. Олар қарусыз қалған қарсылық топты тәртіпке үйретеді. Содан кейін оларды камерада таяқтарын майлап тұрған күзетке кіргізіп жібереді. Кейін Мануэль губернатормен кездеседі. Ол ерекше тәртіптегі түрмеге ауыстыру жайлы хаттама жазуды ұсынады. Ол жерде бір жыл отырса, кейіпкер мерзімінен бұрын шыға алады. Бұны олар мәселесі көп тұтқыннан құтылу үшін жасап отыр. Политиктің сөзінше Бони келісімін беріп қойған. Оған ойлану үшін уақыт беріледі. Бірақ азанда нақты жауап беруі керек. Мануэль қапасына оралғанда өмірінің көп бөлігін қапаста өткізген Пино жас жігіттің өзіне үміт сыйлағанын айтады. Азанда сыртқа шыққан кейіпкер күзеттің Бониді заттарымен сыртқа шығарғанын көреді. Ештеңке білмейтін тұтқындар комитеттің басшысын ұрандатып шығарып салады. Мануэль күзетшіге қарап келісім бергені жайлы белгі бермейді. Пино оған азық-түлік пен шарап береді. Бұл тұтқындардың комитеттің белсенді мүшесіне деген алғысы болып саналады. Содан кейін жамылғысын алып толықтай сенетінін білдіреді. Люсия кезекті кездесу кезінде Мануэльмен болғысы келетінін ашық меңзейді. Оған қоса өзінің фотосын береді. Кенет түн жарымда кейіпкердің қапасына күзетшілер басып кіріп соққыға жығады. Содан кейін оларды жүк көлігіне кіргізеді. Оларды мемлекеттің екінші бөлігіндегі басқа мекемеге ауыстырады. Үлкен жолдасы кейіпкерге не істеу керектігін айтқаннан кейін екеуін бөліп жібереді. Мануэльді шешіндіріп, екпе салып, тазалау ұнтағын шашады. Содан кейін тәрбиелік таяқтың астын алады.
Соққыға жығылған кейіпкерді жазалау камерасына қамайды. Ол жерде теріге тисе қауіп төндіретін хлорды еденге шашады. Күші қалмаған Мануэль тексеріске тұра алмағанда оны тағы да соққыға жығады. Кейін хлордың кесірінен аяғына жара шығады. Бас кейіпкер есіктен енген кішкене жарықтан Люсияның суретіне қарап еңсесін тіктейді. Ортақ қапасқа ауысқаннан кейін Мануэль ауруханаға түсу үшін төсектің серіппесін жұтып алады. 1978 жылдың қаңтар айында Мануэль Пиноны кездестіреді. Ол жігітті жаңа комитетпен таныстырғысы келеді. Серіппемен болған жағдайдан кейін дәрігерлер тұтқындардың жағдайын жариялап жіберген, сондықтан күзет оларға тиісуден қорқып қалған. Комитет әрі қарай не істеу керектігін ойластырады. Басты жоспар мемлекеттегі барлық түрмелерді бір уақытта өртеп телевизияның назарын аудару. Адвокаттар осы уақытта жаңа үкімет сайлаған жаңа түрме басшыларымен кездеседі. Сондай бір басшылардың бірімен Мануэль жүздеседі. Кездесу камера алдында болады. Үйіп төгілген уәдеге қарамастан кейіпкер барлық түрме басшылары ауыспайынша жағдайдың түзелетініне сенбейді. Пино мен Мануэльді алғашқы түрмелеріне қайтарады. Оларды қаһарман ретінде күтіп алады. Олар газеттен мемлекет түрмелерге 77 жылдан бері амнистия жариялауды жоспарлап жүргенін біледі. Кейіпкер осы уақытта түрмеге түсе салған кезде темекі берген Рубби есімді бозбаланы көреді. Ол күзетпен сөйлесуде. Кешке Мануэль Марбельмен жүздеседі. Олар 6-шы блоктың басшысын дәл осы Руббидің қолымен өлтірмекші. Кейіпкерді жібереді. Рубби оған кезіндегі қарызымды қайтардым дегендей темекі береді. Тұтқындар амнистия туралы заң жеткілікті түрде дауыс жинамағанын біледі. Көңілі қалған кейіпкер Пинодан өзін комитеттен шығаруын өтінеді. Талқы қыза бастағанда кейіпкер қапастан кетіп қалады. Олар аулада жүргенде күзет барлығына амнистия жариялаймын деп келеке ете бастағанда кейіпкер оны соққыға жығады. Жазалау аяқталғаннан кейін Пино оны өзіне алдыртып алады. Қапаста ол комитеттің ендігі жоқтығын, енді оларға қашу керектігін айтады. 77 жылдың маусым айы. Кейіпкер лазаретке келгенде Пино жер асты туннеліне бастайтын жолдың қақпағын ашады. Олар төмен түсіп, терезесі аулаға қарайтын жертөлеге түсу үшін ауа жіберу шахтасына түседі. Ол жер қазуға өте ыңғайлы. Олар қашуды жоспарлап іске асыруға кіріседі. Біреуі сыртта қабырғаны доппен теуіп жатқанда, іштегі екеуі бетонды қиратады. Қазылған туннелді жақын маңдағы метроның дірілінен қорғау керек. Жағдай оларды біреу терезеден көріп қойғандықтан қиындайды. Кейін жертөлеге бозбала Рубби мен тоқылдақ шал келеді. Керексіз куәгерлерден құтылу оңай емес. Оның үстіне олардың араларында кісі өлтіруші де жоқ. Сол себепті Мануэль олардың күзетпен сөйлесіп тұрғанын көріп қашуды тоқтатуды ұсынады. Бірақ Пино тіпті бұндай тоқылдақтарда бостандыққа шығу үшін тәуекелге баруға дайын деп жалғастыруды ұсынады. Олар кәріз құбырына жеткенше жер қазады. Қабырғаны бұзғаннан кейін қашқындар таза киіммен жасанды төлқұжаттарын алып, әрі қарайғы жоспарларымен бөліседі. Уақыт келгенде олар туннельге аттанады. Бірақ олардың жоспарын біліп қойған тұтқындар тым көп. Сол себепті сатып алынған күзетке оларды жолдан ұстап алуға тура келеді. Қашқындар кәріз құбыры арқылы көшеге шығып қашады. Олар көрші люктан басқа тұтқындардың шыққанын көреді. Оларды полиция ұстап алады. Кейіпкерлер ұсталмай автобусқа отырған сәтте күзетшілердің бірін кездестіреді. Ол тұтқындарды танымайды, немесе қақтығысқа түспес үшін кетіп қалады. Мануэль мен Пино жол айрығында қоштасады. Үлкен досы кеткеннен кейін кейіпкер киімінен жасырылған көп ақшаны табады. Бұл досының сыйлығы еді. Күндіз ол Люсия жұмыс істейтін дүкенге келеді. Қыз оны әйнек артынан көреді. Осылай фильм аяқталады. Арнаға тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен Киномен.